Hey, bәріңіз сәлем достар. Сіздермен бірге мен Кенжебек. Бүгін біз менің ішінен не шығатынын тексереміз. Қараңдар ал, достар. Хопа. Жоқ, ештеңе жоқ. Опа. Бірдеңе шықты. Қандай қылып. Опа. Опачки, Рафиня Барса. Қазіргі заманда шынымен Рафиня мықты ойнайтын болып кетті. Енді бұл нешеде жазып кеттім комментке. Қазір бұл да жас талант, қателеспесем. Бұл да мықты ойнайды. Жақында Роналдолармен, Мессилармен тең болады. Енді осылай бұл деген жас талантқа айналады. Роналдо, Месси, солар айналады. Осылай ойнай береді бұл Рафиня. Ал бұл дәптер пайдасы жоқ. Міне менің аты-жөнім Кенжебек. Мынау Рафиня. Дефенкесі 25, атакасы 90, защитасы 60, достар. Рафиня мықты ма? Бұл жас талант. Өскенде Роналдо, Мессилардың орнында осы тұрады. Роналдо, Мессиларға почти, достар. Сол үшін осы видеоға 1000 лайк жинаңдаршы. Менің ол деген арманым, ой пыжы, достар. Менің арманымды орындаңдаршы, өтініш, достар. Хотя осы Барса ма, Реал ма комментке жазып кетіңіздер. Ал менің өзім ойым Реал или Барса. Екеуі де мықты команда. Сіздермен болған мен бүгін Кенжебек. Неге осындай видеолар қысқартып істелінеді десеңдер, мен 180 секундқа қоям, сол кезде үлгерім бар еді. Өткені мен мама шағырады қазір. Guys. Сіздермен болған мен Кенжебек және менің Рафиня, сосын Неймар Джуниор Абибарей, сосын Реал. Міне, көрдіңдер ғой. Реал да Барса да мықты. Сіздермен болған мен Кенжебек. Давайте.